бұл фиғыл мудорихтың мағлумы дедік. Енді мәжһүлін айту керекпіз. Ұрады дегенде енді ұрылады деп айту керекпіз. Мәжһүлде ұрылады деп айту үшін қалай жасаймыз? Фиғыл мудорихты мәжһүлге айналдырудың жолы. Мәжһүлге айналдыру үшін мәжһүл деп қойын. Мәжһүлге қалай айналдырамыз? Мысалы, ядрибу деген фиғыл мудорихтыр. Ұрады деген фиғыл мудорих. Не деп айту керекпіз? Ұрылады деп айту керекпіз. Біріншіден, соның алдыңғысын фәтхақтаймыз. Соның алдыңғысын естейміз, фәтхақтаймыз. Ядробу болады. Ядробу болады. Сосын барып, мудорих әрпін дамақтаймыз. Мудорих әрпі деп иді айтады. Немесе алифті, нунды, тәні. Төртеу мудорих әрпі деп айтады дедік қой. Осы әрпті мудорих әрпін естейміз, дамақтаймыз. Не болады? Юдробу болады. Юдробу. Мағынасы ұрылады. Ұзағырақ мысал берсек, басқа сөзден мысал берсек, мысалы, ястахриджу деген сөзді алайық мысалы. Қиынырақ болсын кішкене. Ястахриджу шығарады деген сөз. Енді шығарады деген сөзді шығарылады деп айту керекпіз, иә? Қалай жасаймыз? Соның алдыңғысын фәтхақтаймыз. Ро соңынан алдыңғысы, соңғысын оның алдыңғысы. Соның алдыңғысын фәтхақтаймыз. Ястахроджу болады. Соның алдыңғысын фәтхақтадық. Енді мудорих әрпін, мудорих әрпі деп айтылады. Ең бірінші әрпі, и әрпі, т немесе алиф немесе нун әрпі басталатын. Ястахриджу, тастахриджу, астахриджу, настахриджу деп айтылады. Мына жерде де ядрибу, адрибу, надрибу, тадрибу деп айтылады. Осы и, н, т, алиф әрпін мудорих әрпі деп айтады. Осы мудорих әрпін не істейміз? Дамақтаймыз. Не болады? Юстахроджу болады. Юстахроджу. Шығарды деген сөзді шығарылады деген сөзге айналдырдық. Бұл фиғыл мәжһүлі деп айтылады екен.